Бисмилля, ассаламу алейкум қыздар. Бүгін сіздерге қызық тақырып, мен сағыстап алғанда ғой. Яғни спайчный процесс. Спайка дегеніміз не үшін мен спайкадан көтере алмаймын, басталады. Спайка бұл неден пайда болады? Бұл қатты воспалениеден, сізде қозғалыстың аздығынан, қандай да бір операция дұрыс істелінбегеннен, операциядан кейін жата бергеніңіздің әсерінен, яғни мүшелер бір-бірімен жабысып қалады, грубо айтқанда. Мысалы, мынау бізде қалыпты труба, қалыпты аналық без осылай орналасады. Енді мына жақта қарасаңыз, бұл бізде спайчный процесс. Міне трубамыз тұр, бірақ мына аналық без бізде мынаған жабыспаған. Тура мынандай бір нәрсе пайда болады, үсті бізге аналық безді өзіне орап тастайды. Көрдіңіз бе? Мына үстіп оратылып тұрады. Яғни бұл жерде не болады? Аналық безде өзінің қызметін атқарамайды, трубада өзінің қызметін дұрыс атқармайды. Плюс бұл не де бұл? Трубаның ішінде де спайка болады. Ашық тұрған трубаның ішінде өстіп спайкалар тұрады да, и бұл жерден өткізгіштік бұзылады, яғни өткізе алмайды. Осы нәрсе бізде спайка. Бұны ашу үшін біз мыналардың бәрін қозғап, массажбен асады. Бізде в основном плазма лифтинг тоже қайынан көмектеседі. В основном мен өзім жеке массаж и лен арқылы ашам. Оның өзі көмектеспесе, уже последний выход тек қана операция. Яғни не үшін операция? Себебі мынау спайчный процесс бізде прям осылайынан бір-біріне жақын күйде үстіп жабысып қалған болуы мүмкін. Егер арасы жақын ба полный жабысқан болатын болса, ол тек қана операция. Даже иногда операцияны көмектесе алмай қалуы мүмкін, өкінішке орай. Поэтому ол спайканың дәрежесіне байланысты. Егер сізде спайка болатын болса, постоянно іштің төмен жағы ауырады, и жыныстық қатынас кезінде постоянно ауырсыну болады. И тек кезде тұра алмай қалуыңыз мүмкін даже, да. Екінші диагноз бұл бізде гидросальпингс деп аталынады. Гидросальпингс дегеніміз не? Гидросальпингс бұл трубада қандай да бір су бар деген сөз. Мысалы, бізде қалыптыда трубамыз мынандай әдемі болып тұрады. Ісінбеген күйде әдемі размері бірде. Мына қарадыңыз ба? Күшті размермен. Ал мынау қалыптыда. Ал бізде труба дұрыс емес. Яғни қызарып, үлкейіп тұр. Біріншіден воспаление беріп тұр. Екіншіден бұлардың іші арасы ортасы тұр ғой. Осы ортасында су жүр. Қандай да? Ол су емес, на самом деле не? Ірің, мысалы қолымыз заражение болса, жараның ішінде ірің толып тұрады, ол сары су, тура содан сары су ірің мынаның ішінде толып тұрады. Ол ірің өкінішке орай тоже емделу өте қиын. Біріншіден оған уақытылы емдесеңіз кетеді. Егер уақытылы емделмесеңіз, жүріп қалсаңыз, сонымен жылдап та кетпейді. Даже операция оған көмектеспейді. Сізге бір ғана вариант ұсынады, ол кезде мынаны алып тастау, трубаны полный былай кесіп, и эко. Бірақ мен бұған қарсымын. Не үшін? Себебі бұнан алғаннан кейін эко болуды нәтижесі өте қиын болады. Даже экодан көтере алмай қалуыңыз мүмкін. Поэтому лучше жаңағыдай іші суға толса, сол труба тұра бергені мен үшін дұрысырақ. Міне. Бұл да бір енді сіз уақытылы емделмегеннің асқынысы ретінде деп қабылдау керек та. Одан кейінгі жағдай бізде трубаны байлап тастайды, особенно кесартілігінен кейін мына тұрған труба, мысалы мына қалыпты, мына қалыпта труба тұр, былайынан алады да, мына екі жерін бүйтіп байлап тастайды, полностью былайынан бүйтіп қысып байлап тастайды. Міне. Оны кейін аштырсам бола ма, туға бола ма да. Хорошо, сіз бұны аштырдыңыз, бірақ аштырғанмен бір жер байланып тұрды ғой, байланғаннан кейін екеуінің арасы не болды? Бір-біріне жабысып қалды. Все, ол сіз ашқанмен де сіз көтере алмауыңыз мүмкін. Ол сізге гарантия 1%, может быть, көтеріп кетесіз да, Аллахтың бір қандай да бір чудасының арқасында. А так на самом деле ондай нәрсемен тоже көтере алмайсыз. Труба байланған кезде тоже солай көтере алмайсыздар. А если эта труба непроходима, яғни труба бітеліп қалған деген сөз. Ол не? Мына жерде жаңа айттық қой, біз сары су болатын болса, ал труба бітелген кезде бұның ішінің бәріне толып қалған нәрсе не? Іріңді тұрды ғой. Енді мына екі беті, яғни мына жоғары жағы төмен жағы бір-біріне жабысып қалды. Мынандай ашық болу керек та, труба осыдан ашық болу керек болса, мынау жоқ, бұлардың бір-біріне жабысып қалды. Мына труба жабысып тұр. Все, ары қарай ашылмайтын істесеңіз де ол ашылмайды. Түсінікті ме? Операция істесеңіз де бұны тек қана операциямен ғана бұны кесіп, ашып, қайдан істеуі мүмкін. Қалған жағдайда сіз оны аша алмайсыз. Хоть плазма лифтинг, хоть неше түрлі сүрікке барасыз ба, хоть хижамасыз ба, не істесеңіз де ол ашылмайды, өкінішке. Тек қана лапароскопия, яғни операциямен ашу керек болады. Енді бізде көп сәт жатады да, ГСГ жасатам, МСГ жасатам, яғни бұны сумен жуамыз, сумен жаңада шайдырамыз, сіздердің тілдеріңізбен айтқанда, яғни су арқылы жуып, шайып ашуда. Бұл өте опасно, қыздар. ГСГ-ға түсу, яғни труба проходимость тексеру, бірақ кезде болады, егер сіздің күйіңіздің спермограммасы жақсы, инфекцияның бәрі отрицательно, етеккіріңіздің регулярно келіп тұр, бірақ сіз көтере алмай жатсыз, вот сол кезде ғана труба проходимость тексере аласыз. Қалған уақытта болмайды, не обязательно. Себебі, когда сізге трубаға кіргізу, су жіберу үшін былайынан сізге не кіргізеді? Шланга, бізге катетер кіргізеді. Сол арқылы мына жаққа не жібереді? Контраст жібереді. Егер контраст жіберсе, нормада жіберсе, мына өтіп, мына жақтың бәрі ашық
болып аналық бізге түседі да. Егер мына жерде труба непроходима болса, бұл жерде контраст немесе жіберсе, ол сыртқа қарай шығады. Ал егер су жіберетін болса, жуып шығамын деп та, вот суды артығымен жіберетін болса, мына жер бітеулі тұрса, например, трубаңыз, су мына жерге жиналады, ол артығымен жіберіп қояды, мына жаққа су өтпей жатыр, қинап өткіземін деп тағы да су жіберуі мүмкін. И действительно трубаңыз жарылып кетуі мүмкін. Сіз жарылған күйі сол жерде насмерть өліп кетуіңіз мүмкін, даже өте опасно, даже қан кетіп қалуы мүмкін, сізді матка сығып кетуі мүмкін, не только. Поэтому бұл өте опасно, бұл оңай сіз УЗИға барып түсе салатындай нәрсе емес, түсінікті ме? Сондықтан сіз жаңағыдай нәрселер тура болса ғана түсесіз, тексересіз. Турбопроходимость тексеру үшін спермограмма жақсы болу керек, инфекция болмау керек, итеккіріңіз регулярно келу керек, түсінікті ме? Осы үшеуі болса ғана сіз турбопроходимость тексере аласыз. Енді бұның емі бар ма? Спайка болатын болса, мен тек қана офлайн емдеймін. Егер оның өзі ем нәтиже бермесе, мен оған гарантия бермеймін ешкімге ештеңе, потому что мен қолымда емес. Ол біріншіден. Егер де мен ашылып көтеріп кеткен қыздар өте көп болған случайлар, көтере алмай жүргендер де бар менде. Потому что олар операцияға жіберіп, операциядан кейін көтерген қыздар да бар. Поэтому ол сіздің қаншалықты спайканың дәрежесіне. Бөлек мен лен деген өзім шөп дайындаймын. Лен арқылы сөйтем да сонымен массаж істеп, сонымен тампона жасаймын сізге. Соған келсеңіз болады. Массажбен бірге вагинальный массаж жүргізіледі сізде ол кезде. Ал егер де гидросальпингс болып сіз осы уақытқа дейін бірнеше инфекцияға ем алған болсаңыз, ол уже все, нелечимо, емделмейді деген сөз. Ал егер де сізде гидросальпингс емес, труба непроходима болса, онда жаңағы анализ қайтадан тапсырасыз. Итекар регулярно, спермограмма жақсы, инфекция жоқ деген нәрсе қағаз үшеуі болса, главный осы үшеуі. И сіз сразу трубопроходимский лапароскопия операцияға баруыңызға болады. Қаласаңыз платно, қаласаңыз бесплатно. Бұл негізі поликлиникадан бесплатно беріледі, иә? Міне. Енді көбісіміздің жүгіріп қашатымыз бұл не? Эко. Если былай қарап тұрсақ, сіздің денсаулығыңыз жақсы болса, өзіңіз-ақ көтересіз. Конечно, эко тоже жақсы, бірақ экоға просто так бара беру тоже желание жоқ. Біріншіден, соны жақты көп ақша. Екіншіден, сіз и так сізде проблема болатын болса, сіз эконы матап басқа нәрсе көтере алмайсыз. Поэтому бірінші сіздің денсаулығыңызды нығайтып, дайындау, эконың өзін сіз дайындауыңыз керек. Осы нәрселерді хотя бы бастапқы фазасын емдеп баруыңыз керек. Ал тупо ақша үшін емдемей істей берген эко, естественно, нәтижесіз болады. Түсінікті ғой. Сондықтан экоға барар алдын міндетті түрде дайындалыңыз, себебі оңай шығын емес. Шығынның өзіне дайындалып баруларыңыз керек. Ендеше бараттарыңызға Алла тағала иншалла құсақтарыңызға сәби берсін. Сол сәбилеріңізбен қуанып, миларыңыз ашып, не до меня болып жүре беріңіздер. Жақсы жаңалықтармен бөлісіңіздер.